Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Оңкар арнасында кезек шығарылым. Бұл жолы мен жаңа автокөліктердің бағасына байланысты айтқалы отырмын. Жаңа жыл бастала сала Hyundai жаңалықтармен бөлісті. Менің ойымша негізсіз бағаны көтеріп жібергенге ұқсайды. Оны неге екенін мен видеоның соңында түсіндіріп айтайын. Алдымен салыстырмалы түрде қарайық. Hyundai Elantra көлігі, мен 3 модельді сіздерге салыстырмалы түрде айтайын. Барлығында баға көтерілген. Мысалы, Elantra'ны алайық. 2022 жылғы модельді старт комплектациясында механикалық қораппен, яғни ең арзан Hyundai Elantra 9.190.000 теңге тұратын, ал қазір тура осы комплектация 9.990.000 теңге, яғни 10 миллионға дейін өсіп кеткен екен. Ал ең жоғарғы комплектациясы, ең қымбаты, яғни люкс комплектациясы 2022 жылғы модельде 13.490.000 теңге болса, қазір 14.490.000, яғни үстінен 1 миллион теңге ақша қосылған екен. Түк сонда мысалға келтіріп өтейін. Енді ең жоғарғы люкс комплектацияларын толық айтып өтейін. Люкс комплектациясы ең жоғарғысы бензинді қозғалтқышпен 17.290.000 теңге тұратын. Ал қазір жаңа бағамен 18.590.000 теңге, яғни ең қымбат комплектациясының үстінен 1.300.000 теңге ақша қосылған. Ең сорақысын қараңыз, Sonata, көп адамның жақсы көретін Sonatасы, хай-тегін ғана алып қарайық. 2022 жылғы модельде хай-тег 16.690.000 теңге тұратын. 16.690.000 теңге. Ал жаңа бағада көріңіздер, 18.990.000 теңге. Үстінен 2.300.000 теңге қосылған мынау көліктің. Ал енді өздеріңіз ойлап көріңіздер. Былтыр бағаны өскен кезде барлығы ақталған еді. Логистика қиындап кетті. Қосалқы бөлшектерді жеткізе алмай жатырмыз. Чиптар жетіспей жатыр деген мәселе айтылған. Ал қазір ештеңе өзгерген жоқ қой. Былтыр сол жабылған жол солай тұр әлі. Жаңа альтернативті керісінше жолдарын жасап шығарып жатыр бөлшектерді жеткізудің. Доллар қымбаттады деді. Былтыр көтерілген, ал дәл қазіргі жағдайда доллар керісінше сәл де болса арзандап жатқанын көріп отырмыз. Тағы басқа не себеп болуы мүмкін бұл бағаны көтеруге? Ал менің өзімнің пайымдауымша, қазір барлығы ажиотаж болып жатыр ғой. Қаңтар айында жеңілдетілген автонесие қайта басталады, револьвер іске қосылады деп. Ал былтырғы жағдай естеріңізде болар, жеңілдетілген автонесие басталған кезде автосалондарда ине шаншар орын болған жоқ, халықтың сұранысы өте жоғары. Тура осындай жағдай қайталана ма? Халық бағасына қарамай 4%-бен көлік алып алсақ болды деген ниетпен автосалондар сонда бағаны қазір көтеріп тастап отыр ма? Сіздер аласыздар ма осы көлікті? Өзіндік құнына, мысалы жаңағы Elantra'ны айтайықшы, ең төменгісінен механиканы көп адам ала қоймайды ғой. Бейс комплектациясы кезінде 9.990.000 теңге тұрған, қазір 10.990.000 теңге. 1 миллион теңге үстінен қосқанда жаңағы 4% емес, оның 11 нәрсе пайыз шығатынына. Оның өзі бұрынғысының өзі қымбат еді. Қазір тіпті қымбаттады. Яғни пайызды азайтқанмен көліктің бағасының үстінен қосып отыр ғой. Осы көліктерді аласыздар ма? Не істейсіздер? Пікір жазыңыздар. Мен алдағы күндері Астанадағы біраз автосалондарды аралап, бағаларын толық қарап шығам. Қай көліктерге баға қосылды, қай көліктер әзірге сақтап тұрғанын көреміз. Себебі менде былтырғы жаздың кезінде бүкіл көліктің алғандағы прайс-листер, яғни барлық көліктің бағасы жазылған. Қай күні мен автосалоннан сол бағаны алдым, соның барлығы жазылып тұр. Қазіргі бағамен салыстыра, мен соларды білгілеріңіз келсе, тағы да тура солай жинап шығам. Болашақта тағы да зерттеуге, салыстыруға керек болады. Егер ондай ақпарат қызық болса, жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Және тура осы жеңілдетілген автонесиемен көлік алатын ниеттеріңіз, ойларыңыз бар ма? Пікірге қалдырыңыздар. Амандықпен жүздесейік.